Hi everyone, қалдарыңыз қалай? Бұл Думан Ерханат, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Біз өткен видеода трейдинг инвестиция саласын қалай бастау және де одан қалай алданып қалмау жолдарын айтқан болсақ, бүгінгі видеода сіздерге брокерлік компанияны қалай дұрыс таңдау жолын айтатын боламыз. Трейдингді бастау ең негізгі инструмент ол брокерлік компания. Яғни сіз сатып алу, сату процесін осы компания арқылы жасайтын боласыз. Сондықтан бұл өте маңызды таңдау екенін ұмытпаңыз. Осы маңызды таңдауға қандай факторлар ең маңызды? Яғни біз дұрыс компанияны, дұрыс брокерлік компанияны қалай таңдайтынымызды бүгін толық талқылайтын боламыз. Басты факторлар сенімділік. Яғни бұл компанияның қанша жылдан бері жұмыс жасап жатқаны. Пікірлер. Трейдер инвесторлардың бұл компанияға деген пікірлерін білу маңызды. Егер бұл компания қоғамдық компания болса, ол сізге тіптен де жақсы. Лицензиясының болуы және де ол компанияның нағыз компания екеніне көз жеткізу. Біріншіден, Америка құрама штатының компаниясы Interactive Brokerage. Таңдау себебі, бұл Америкада алғашқы топ 3-ке кіретін компания. Екіншіден, бұл өзі қоғамдық компаниясы, яғни өзінің акциялары бар. Үшіншіден, бұл Nasdaq-тың астында болғандықтан, Nasdaq қор биржасы бізге гарантия болады. Төртіншіден, бұл компанияның брокерлік жұмыс жасайтын лицензиясы бар. Бесіншіден, бұл компания сізден ешқандай комиссия алмайды және брокерлік платформасы тегін. Бұл компаниядан шот ашу процесі өте оңай. Банкіден шот ашқанмен бірде. Біріншіден, сізде кез келген банкіда долларлық шот болуы тиіс. Ал интерактив брокерлік компанияның өзінің веб-сайтына кіріп сіз кез келген уақытта Қазақстанда отырып шот аша аласыз. Ол жағдайда сіз Қазақстандағы шотыңыз арқылы ақшаңызды кез келген уақытта жіберіп және алуыңызға мүмкіндігіңіз бар. Қосымша бұл брокерлік компанияда ағылшын тілінің сыртында орыс тілінде барлық платформалары жұмыс жасайды. Егер сізге брокерлік компанияңыз физикалық түрде Қазақстанда болғанын қалайтын болсаңыз, қазақстандық Freedom Finance туралы айтып кетейік. Ал бұл брокерлік компания Қазақстанның топ компанияларына жатады және өзі қоғамдық компания, яғни қор биржаларында өздерінің құнды қағаздарын сізге тағда ұсынады қосымша. Американың ең ірі қор биржасы Nasdaq-тың астында болғандықтан Nasdaq сізге гарантия беруі мүмкін. Бұл компанияның лицензиясы бар. Бірақта сіздің әрбір сделкаңыз үшін комиссия алады. Бұлардың платформасында тегін және тегін емес деген екі түрлі варианты бар. Шот ашудың екі түрлі жолы бар. Global және Belize. Сіз шот ашқаннан кейін міндетті түрде банкыңызбен соны жалғау керек болады. Егер сіз Freedom Finance-тың өзінің банкысы арқылы шотыңызды жалғайтын болсаңыз, әрбір жіберген ақшаңыздың транзакциясында ешқандай комиссия алынбайды. Ал өзіңіздің қазақстандық басқадай банкылармен жалған жағдайларда банк арқылы сізде кішкентай комиссиялар болады. Глобалдан шот ашқан жағдайда TraderNet деген платформасы тегін және де сізге қосымша карталар беріледі. Ал Belizeға келетін болсақ, әрине Belize'ді сіз Freedom Finance-ның өзінің банкысы немесе кез келген банк арқылы долларлық шотпен жалғауыңызға болады. Бұл жағдайда сізде платформада екі түрлі вариант бар. Біріншісі $5, екіншісі $85. Бұлар айлық төлем, яғни сіз ай сайын төлеп отыратын платформаға ақша. Бұл жерде сіз комиссияның міндетті түрде алынып отыратынын ұмытпаңыз. Қорытындылай келетін болсақ, брокерлік компанияны таңдауда өте мұқият болыңыздар. Басты факторларға көбірек көңіл бөлу керек. Олар нарықта қанша уақыт болғаны, трейдерлардың пікірлері, лицензиясының болуы. Және де бұл компания өзі қоғамдық компания болып, құнды қағаздарын биржа нарығында ұсынатын болса, тіптен жақсы болып есептеледі. Егер сізде осы барлық факторлар бар болса, сіз брокерлік компания таңдауыңызға болады. Егер осы барлық факторларға сай болған жағдайда ғана брокерлік компанияны таңдаңыз. Alright, достар, бүгінгі видеомыз осымен аяқталды. Егер сұрақтарыңыз болса, төменге комментарийға жазып кетіңіздер, немесе менің Instagram парақшама жазсаңыздар болады. Каналды қолдап, лайк, subscription басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Думан Ерханат. Келесі кездескенше.